Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиеті пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: берілген үзінді идеясының ұлттық ерекшелігін талдап жазыңыз. Жеті жұрт көшіп кеткен соң, атамыз қазақ баласы қонып мекен еткен жер, мыңнан жылқы айдап, жүзден нар байлап, дәулеті қалың біткен жер, ақ борықтай иілген, кейінгі туған баланың, ұстайма деп білегін, шаяма деп жүрегін, шашын мұртын қойдырып, ашы суға тойдырып, бұзама деп реңін, адыра қалғыр заманның, мен жаратпаймын сүреңін. Автор бұл өлеңде сол кездің жағдайын жеткізеді. Менің ойымша, шығарманың идеясы болашақты ойлау, ал ұлттық ерекшелігі туған жерге, кейінгі ұрпаққа деген алаңдаушылық. Автор болашақ ұрпақты шаш, мұрт қойып, ашы суға тойдырып, бұзбайма деп және ата-бабадан келе жатқан кең байтақ жерге алаңдайды. Келесі 2-ші тапсырма: жоғарыдағы үзіндіден көркемдегіш құралдарды тауып, қолданысын талдаңыз. Автордың стилін ажыратыңыз. Ашы суға тойдырып, бұзама деп реңін, перифраз, ақ борықтай иілген, кейінгі туған баланың, теңеу, ақ борықтай, дәулеті қалың, ашы су, эпитет, көркем әдебиет стилі. Осымен біздің БЖБ жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.